Сенің ең болмағанда күніне айтуын керек болған топ 6 зікір. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ұйқысынан тұрғаннан ұйқысына жатқанға дейін, тіпті дәретханаға барғанға, тіпті әйеліне жақындасқанға дейін әртүрлі зікірлер бар. Сенің оларға шамаң жетпесе де, ең болмағанда мына 6 зікірді өміріңде еш уақытта тастама. Бірінші, ла иляха иллаллах Мұхаммадур расулулла. Бұл сенің иманыңды жаңартады. Екінші, астағфируллахал азим. Бұл сенің күнәларының кешірілуіне себеп болады. Үшінші, ла хаула ва ла қувата илля биллах. Жәннаттан болған бір қазына. Төртінші, субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим. Әр айтқан зікіріңе жәннатта бір құрма ағашы егіледі. Бесінші, 100 рет субханалла деп айту саған 1000 жақсылық жазылып, 1000 қателерің кешіріледі. Және соңғысы 6-шысы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Аллахумма салли аля Мұхаммад ва аля али Мұхаммад деп салауат айту. Сен тіпті Алла тағаладан қол жайып сұрамасаң да, Алла тағала сенің жүрегіңдегіні өзі нәсіп етеді. Осы зікірлерді өмірімізде еш уақытта тастамайық, айтып жүрейік. Алла тағала екі дүниенің жақсылығын нәсіп етсін бізге.